Armanыңызды орындасам, болды, мен боспын. Тағы да бір арманыңыз бар. Мынау не өліп қалды ма? Жоқ. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Ё-моё, бүкіл Алматыдан кешірім сұрап шықтым ғой. Кешіріңіз. Сәлем, Аягөз. Қалайсың, доспол? Анақ жаурап қалған сияқты. Үстіндегін берсейші. Аягөз, толып қалған жарсың, мен саған көрткімді берейін. Жақсы болушы. Рахмет. Тез. Кыз. Бол енді. Қазір! Өзің бересің ғой? Өзім берем ба? Керек емес. Рахмет, Айдар. Хорошо. Ой, сонда. Сол. Дельфиндер туралы айт. Аягөз, дельфиндер бар ғой, кәдімгі балалардың адамдар сияқты емдейді екен. Оларда эхолокация болады екен, содан кейін желбезектер болмайды екен бірақ. Сосын дауыстарында қызық шығарды ғой. Қызық тыңдасаң, приятно жаңағы. Ұйықтайтын кезде тоже дельфиндердің дауысын тыңдап ұйықтаймын да. Өйткені Мен келдім. Үйім осында. Шығарып салғандарыңа рахмет. Әлі кездесеміз ғой. жарайды, хабарласамыз. Иә, мен де хабарласам, Аягөз. Аягөз, шығарып салғансың ғой. Примерно процентпен есептесек, қанша процентке сынды деп ойлайсың? 99. Серьезно? В общем, дос болмен ойнама ғой. Енді бір-ақ процент қалды. Не болды саған? Біреу бірдеңе деді ма? Или маған ренжіп тұрсың ба? Жоқ. Точно маған ренжіп тұрған жоқсың ба? Жоқ деймін. Или Аягөзден қызғанып тұрсың ба? Айтсай? Саған осы қаралу керек ау. Жоқ, бәрі нормально. Уайымдама. Просто жұмыстан тапсырма берген ғой, соған дайындалып жүр. Үйде мама ауырып отыр, үйге кір. Будка скрин. Не, Елдос. Не ол? 1000 теңге. Не үшін?